Сұмдық ақпарат. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астына бірден ала белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Газа секторындағы қазақстандық әйелдің қазасы, оқиғаның мән-жайы айтылды. Газа секторының тұрғыны зымыран шабуылынан қаза тапқан қазақстандық әйел туралы айтты деп хабарлайды Тенгриньюс тілшісі. Газа секторында тұратын палестиналық журналист Тарик Алиян 22 қазанда қайтыс болған қазақстандық әйелмен таныс болған. Әйелдің есімі Юлия, ол Қазақстанның тумасы. 90-шы жылдары ол жергілікті тұрғынға тұрмысқа шығып, Газа секторына көшіп барған. Оның ата-анасы Ресейде тұрады. Қазақстандық әйелдің 4 баласы, 2 ұлы, 2 қызы бар. Үлкен қызы тұрмысқа шығып шетелде тұрады, ал кішісі жақын арада тұрмысқа шығуды жоспарлап жүрген. 2 күн бұрын олар тұратын Газа сектор орталығындағы Дейр-эль-Балақ қаласына израильдік әуе күштерінің көптеген шабуылдары жасалды. Зымырандардың бірі олардың үйіне түсті. Онда Юлияның күйеуінің туыстары болған, барлығы әйелдер мен балалар. Біздің әдет ғұрып бойынша ер адамдар мен әйелдер бөлек отырады. Ол кезде үйде тек әйелдер болған. Юлия мен оның кіші қызы Линаны қосқанда барлығы 18 адам қаза тапты. Олардың денелері үйінде астынан шығарылды, деді Тарик Алиян. Еске салайық, бұған дейін Қазақстан азаматы мен оның 22 жастағы қызы қаза болғанын растаған болатын. Видеомыз кеңінен тарапқа жекелеуге жету үшін видеомызды жақындарыңызға таратуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Қымбатты көрермен, бізді бақылауда жалғастырыңыз.